Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді, жұмсақ болып пісетін, бала кезде еске түсіретін сосиска тестенің рецептімен бөлісемін. Рецептке керек ингредиенттің барлығын описание жазып қоямын, сол жерден барын көре аласыздар. Міне сіздерге ішін кесіп көрсетейін деп жатырмын. Барлығы толықтай піседі. Достар, менің рецептерімді жоғалтып алмау үшін подписаться етіп колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Дәміне қарай тұз, қант саламыз. Дрожжи саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді кезекке сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды бірден салмаймыз, екі бөлікке бөліп, илегіштен өткізіп, қамырды илеп бастаймыз. Қамырды осылай ең біріншімен шанышқымен араластырып аламын. Егер сіздер олай істегіңіз келмесе, бірден қолмен илеп бастасаңыздар да болады. Енді қамырды үстел үстіне салып, осылай жұмсақ қамыр илейміз. 5 минут көлемінде. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бетін қақпақпен немесе полиэтилен пакетіне жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілуі керек. Міне достар, біздің қамырымыз көтерілді. Енді қолымызды майлап аламыз да, қамырды осылай алып, үстелдің үстіне қойып кесеміз. Екі бөлікке бөліп алғаннан кейін, дәл видеодағыдай осылай барлығын теңдей бөліктерге бөліп, видеодағыдай шарикті жасап дайындап аламыз. Міне достар, мен теңдей 12 бөлікке бөлдім. Кейін бетін жауып, осылай 10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз сәл көтерілуі керек. 10 минут өткеннен кейін осылай бір данасын алып, жгут сияқты істейміз, яғни жіпше тәрізді сияқты қылып, тым жұқа қылмаңыздар. Дәл видеодағыдай қарап өздеріңіз жасаңыздар. Кейін осы дайын болған жгут сияқты қамырға сосисканы жай ғана айналдырып, осылай дайындаймыз. Болды. Енді осының барлығын ыдысымызға салып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Бетін жаууды ұмытпаңыздар. 15 минут өткеннен кейін не қамырымыз тағы да үлкейеді. Мұнда менде жұмыртқан сарысы мен сүт қостым да, екеуін араластырып бетіне жабып шықтым.
қалауыңызша осылай сәндеп шықсаңыз болады. Кунжут немесе мен сияқты макс сепсеңіздер де болады, немесе мүлдем сеппесеңіздер де болады. Міне барлығы дайын болды. Енді 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пісірген сосиски тестеміз дайын болды. Үлпілеп, сарғайып, өте керемет болып пісті. Видеоны аямастан қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Егер де менің рецептерім сізге ұнап жатса, маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.